Энергетикалық сусын ішіп көз жұмды. Алматыда көз жұмған автобус жүргізушісіне қатысты әлеуметтік желіде түрлі ақпарат тарап жатыр. Бұған дейін де сергіткіш сусынды көп тұтынған адам қайтыс болды деген пікірлері жиі кездеседі. Бойыңа қуат беріп, желіктіретін сусын адам өміріне шынымен қауіпті ме? Бір ұрттасаң, есірткі секілді еліктіріп кететін заттың құрамында не бар? Энергетик сусындардың саудасы қызып тұр. Әсіресе күннің ыстығында тоңазытқыштағы салқын сусынды құмары қанғанша сіміретіндер көбейді. Олар оның зиян екенін білсе де көз келмейді. Жақыны ажал құшқанда немесе ауруға шалдыққаннан кейін ғана өкініп жатады. Автобус жүргізушісінің бұрынғы әріптесімін деп өзін таныстырған азамат әлеуметтік желіде хабарлама таратты. Күніне 4 рет горилла ішетін, қайтыс болып жатыр. Линияда автобуста жүрегі тоқтап қалған. Горилла деген бәлені негізі тоқтату керек екен. Өзіміз де ішеміз ғой соны. Күніне біреуін ішпесек, басымыз ауырады деп жауап берді. Нұр-Сұлтан қаласында тағы бір адам сұхбат берді. Басында күніне бір құты ішетінмін, кейін ішкі құрылысым әбден үйреніп, қайта талап ете бастады. 2-3 бөтелкеге дейін ішетін болдым. Салдарынан ауруханаға түсіп емделдім. Дәрігерлер, егер бұл сусыннан бас тартпасаңыз, жағдайың нашарлай береді деді. Қазір тек газсыз шырындар ішемін. Сұраныс жоғары болғандықтан еліміздің тауар нарығына оңай әрі тез жаулап үлгерген бұл сусындар қазір кез келген дүкендерде кездесетін өнім. Кәдімгі газдалған сусынның еш айырмасы жоқ. Шөліңді қандырып, шаршағаныңды басады. Бірақ бұл уақытша құбылыс, дейді мамандар. Диетологтың айтуы бойынша энергетикалық сусындардың құрамында адам ағзасына өте қауіпті химикаттар бар. Олардың құрамында 10-15 шақты қоспа болады. Олар глюкоза, матеин, мелатонин, кофеин. 10-15 минутта сергіп, күшіңіз артады. Алайда қоспалар асқазан, өт жолдарына өте зиян. Бір ішкеннен әсері болмаса да, уақыт өте келе ағзаңыз сыр бере бастайтын болады. Бойыңа қосымша қуат беретін сусынға құмартқандардың қатары күн санап артып келеді. Оған әсіресе желі қуған жастар жақын. Әлеуметтік желіде қуаттандырғыш сусыннан зардап шеккен тағы бір жігіттің оқиғасы тарады. Күні бойы компьютердің алдында жұмыс істейтін азамат күн сайын 5-6 құты сергіткіш ішетін көрінеді. Тіпті түскі астың орнына да осы сусын басқан. Салдарынан жүрегі 2 рет тоқтап, дем алуы қиындап, ауруға айналған. Жазбаны жігіттің әбден қиналып, азаптанғанын көрген ауруханадағы көршісі жариялады. Бұл энергетик сусынның зиянын дәлелдейтін тағы бір мысал. Денсаулығыңыз мықты болсын.